Маған псориаз деген диагноз қойды. Мен бұдан жазылмаймын деп өзімді касет етіп жатырмын бір сөзбен. Сәлеметсіздер ме? Бүгін 7 мамыр айы 2025 жыл. Менің атым Ақерке және мен Қызылорда облысының тұрғынымын. Жасым 17-де. Маған псориаз деген диагноз қойды. Диагнозды қойғаннан кейін мен диета ұстадым. Неше түрлі маған дәрілер берді, гормональный берді. Соның бәрін ішіп, мен өзімнің ауруымды одан сайын асқындырып алдым. Өзімнің состоянием одан сайын ушығып кеткен, ұйқы жоқ түнде, және жатақханада жататын болған маған медпункттағы апайлар бұл жара жұқпалы деп айтып, және маған қайта берді, басына берді, сабағы жайына қалды. Бұл айналып келгенде соның бәрі адамға әсер етеді. Проблема үстінен көбейіп кеткен сайын мен өзімді андай уже басып жатырмын да. Сөйтіп стресске кіріп кеттім, жылап, күні-түні ұйқы жоқ болып, осы диагностикаға келіп, диагнозын білгеннен кейін маған осы өнімдерді берді. Виноспром, Эколайф, Биолайф, осы 3 өнімдерді ішкеннен кейін мен жақсарып келе жаттым. 2 ай бұрын өзімнің жағдайымды келіп айтып кеткенмін, отзыв беріп кеткенмін. 3 ай курсымды өткеннен кейін мен қазір жақсардым. Түнгі ұйқым тыныш, өзімде жақсарып қалдым, және денемдегі жаралар қайтып өзім жақсы сезінетін болдым. Мен осы отзывым арқылы сіздерге де көмектескім келеді. Бұл өнімдері Қазақстанда шығарылған. Осы ауруымнан толықтай айықтым, және бұл өнімдер сіздерге 100% көмектесе алатынына мен сенімдімін. Осы қалған сұрақтарыңыз болатын болса, астан өмірге звондайсыздар.